Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырдақтың дайындалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге керегі қойдың еті және өкпе, бауыр және жүректі пайдаланатын боламыз. Және картоп пен пияз қосамыз. Барлық құрамды осылай кубик тәріздес етіп турап шығатын боламыз. Кейбір жерлерде етті мүлде майда етіп турайды, ал кейбір жерлерде еттерді үлкен етіп турайды. Ал мен орташа етіп тураймын. Өздеріңіздің қалауларыңызша еттерді турап шықсаңыздар болады. Ең алдымен ыстық табаға құйрық майымызды осылай шыжғырып алатын боламыз. Қуырдақты еттің өзінің майына қуырған өте дәмді болады. Және осы майға азырақ сұйық май қоссаңыздар да болады. Мен бірақ сұйық май қоспадым, тек өзінің майына қуыратын боламын. Енді ысып тұрған майға етімізді салып, 10-15 минутта етті жақсылап қуырамыз. 15 минуттан кейін қуырылған еттің үстіне жүректі салып, тағы 10 минуттай қуырамыз. Содан соң бетін жауып 15 минутқа бұқтырамыз. Енді бауырды саламыз. Бауырды көп қуырмаймыз, 5-10 минут қуырамыз. Бауыр өте тез піседі, сондықтан көп қуырудың қажеті жоқ. Енді картопты саламыз. Картопты қатты үлкен емес, орташа етіп турадым. Жақсылап араластырып, дәл осы кезде азырақ су қоссаңыздар болады. Бірақ мен су қоспадым. Қазір тамақты бұқтырғаннан кейін өзінің суы әдемі болып шығады. Су қоспасаңыздар да болады. Және дәміне қарай азырақ тұзымызды қосамыз. Содан соң барып 15-20 минутқа тағы бұқтырамыз. Үстіне пиязды дөңгелек етіп турап, осылай үстінен қойып шығамыз. Яғни араластырмаймыз, пияздың өзінің шырыны шығып, әдемі болып тамағымыз піседі. Біздің қуырдағымыз дайын. Енді араластырмай осылай төменнен жоғары қарай көтеріп, осылай тарелкемізге салып аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Ең бастысы картопымыз, етіміз өте жұмсақ болып, әдемі болып пісіп шықты. Астарыңыз дәмді болсын.